Сәлеметсіздер ме? Сіздермен мен Фариза. Сіздермен бүгін өте дәмді және пышный болып шығатын панкейкалар дайындайтын боламыз. Менің арнамнан алыстамаңыздар. Ол үшін бізге қажет болады қант, жұмыртқа, айран, ұн, сода, кішкене тұз және май қажет болады. Бірінші айранымызға содамызды салып, араластырып, кішкене көпіртіп аламыз. Осындай көпіріп реакция береді. Енді бөлек ыдысымызға жұмыртқамызды салып аламыз. Үстінен кішкене тұзымызды және қантымызды салып, жақсылап араластырамыз. Екі массаны бірге біріктіріп, жақсылап араластырамыз. Кейін ұнымызды екі бөлікке бөліп саламыз. Ең соңында сұйық майымызды құйып, және бір рет араластырамыз. Міне массамыз дайын, осындай сұйықтықта болу керек. Енді қызып тұрған табамызда пісіретін боламыз. Осындай бір-бір қасықтан салып пісірдім. Қалай пісіру ол өз қалауларыңыз бойынша. Міне осылай беті тесіліп, кішкене құрғай бастағанда екінші бетіне аударатын боламыз. Әдемі болып пісіп шықты, сап-сары болып. Енді осылай екі қасықтан салып, үлкендеу қылып және пісірдім. Достар, егер де менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде тіркеліп алыңыз. Және де менің жаңадан салған видео рецепттарымды өткізіп алмау үшін қоңыраушаны басып қойыңыз. Және де достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Міне біздің дәмді панкейкаларымыз дайын болды. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Әсіресе балаларға қатты ұнайды. Видеоның соңына дейін менімен болғандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.